үйде ең кішкентай қызымыз бар, бұзық қыз өзі ол сияқты. Жаңағы үйде де көйлек кимеймін деп, шалбар киемін деп, жаңағы соғысты ашады ғой кәдімгі. Мен енді ол төртеуі менің бір әніме билеп шығу керек болды. Арнайы биші апайлармен би қойды маған. Мен ол билерінде көрмегем. Өзімен өзім жүрмін. Олар өздерімен өздері билеп дайындалып жүр. Содан енді әнді хабарлау керек. Қайсы ән енді кішкене сахнаның бір шетіне сценарийді қойып қойғанда реттерін әндерін. Жаңағы сол әннің кезе келген кезде жүрегім алқыныма келді ғой. Қазір менің қыздарым шығады. Ана ең бұзығы шыға ма, шықпа. Ол шықпайым десе шықпай қойсалады ол. Сценарийдің бәрін бітшін шығарамай. Болмаса ол айқайлап, ақырып жылай салады. Болмаса сахнада жата салуы мүмкін. Одан бәрін көсеге болады. Сол жаңағы хабарлап тұрып, көзім қарасам, кішкене көрінбейді. Қорқа бастадым. Сөйтсем ол басқа жақтан шығып отыр, екінші жақтан шығады екен. Сөйтсем көркем келе жатыр жаңағы шляпасын киіп алған басына.